Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Мені жіберіп алмас үшін мені қолдап отырыңыздар, яғни менің каналыма подписаться етіп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Рецептісін видеоның соңында жариялайтын боламын. Бізге керегі сары май, капля. Мен капля шоколадты қолданамын, өздеріңіз қалаған шоколадты қоссаңыздар болады. Маған ыңғайлы осы капля шоколады. Осы сары майымызбен шоколадты біріктіріп, микроволновкаға ерітуге жібереміз. Одан кейін міне бізге шекер, жұмыртқа, какао, ұн және қопсытқыш керек болады. Алдымен бірінші осы шоколадымыз бен майымызды микроволновкаға жібереміз еруге. Кейін біздер ұнымызды, яғни ұнымызға қопсытқышымызды және какаомызды салып біріктіріп қоямыз, яғни алдын ала дайындап қоямыз. Шоколадымыз міне дайын, уже еріп болды. Енді біздер шекеріміз бен ұнымызды миксерлеп аламыз. Яғни бисквит жасау үшін бізге жұмыртқа мен шекерді миксерлеп алу керек. Кейін осының үстіне дайын тұрған, еріп тұрған шоколадымызды құйып, тағы да араластырып аламыз. Біркелкі етіп араластырып қоямыз. Біркелкі масса шығу керек осындай. Осының үстіне құрғақ ингредиенттерімізді саламыз. Осыны тағы да тездетіп араластырып алып, біркелкі масса шығару керек. Яғни бисквитіміз сұйық болып шығады. Осындай мен раздвижной форма қолданамын. Диаметрлері бар, өзінің керегінше диаметрді келтіріп аласыз. Мен 22 диаметрді келтіріп алдым. Фольгаға орап, осылай жаңағы дайын тұрған сұйық массамызды осылай бөліп құйып, бірнешеге бөліп корждарымызды осылай пісіріп аламыз. Осылай біртіндеп бетін тегістеп, пешке салып пісіріп аламыз. Яғни бисквитіміз өте жұмсақ болады, үлпілдеп тұрады. Яғни бисквитімізді піскеннен кейін осындай жұқа жіңішке пышақпен айналасын айналдырып шешіп аламыз. Міне мен бисквитім дайын, көріп тұрғандай жұмсақ. Ас болсын.